Осы видеода біз Қытай сайттарынан затты тауып, Каспийдегі бағасымен салыстырып, есептеп, қанша пайда қалатынын көреміз. Мысалы, кез келген товарды алайық. Мынау флешка, микрофлешка, карта памяти. Осыны скриндап аламыз. Жаңағы скринімізді осылай вырезать етейік, дайындап картинка қылып. Сосын Taobao сайтына кіреміз. Taobao сайтында фотомен іздейтін поискқа кіреміз. Сөйтіп жаңағы затымызды вставить етеміз. Өзі суретпен осылай іздеп береді. Біздің суретте 64 гигабайт еді. 64-тікті міне таптым. 1000-нан аса адам алған екен. Өзінің бағасы 65 юань тұрады екен. 64-те 9, 65 деп аламыз. 65 юаньды қазір курс 71 болып жатыр. 71-ге көбейтсек 4615 теңге болды. Қазір Қазақстанға карголар 1 килограммына примерно 2400 теңге алады, бірақ бұл 1 килограмм шықпайды. Көп болса 500 теңге болады доставкаларыңыз. Көп болса 500 теңге доставкаға қосамыз, 5115 теңге болып тұр. Енді Каспийдегі бағасы 12900 теңге. Осыдан минус 12900 теңге алып тастаймыз. Сіздің таза маржаңыз үстінен қалатын пайдасы 7785 теңге. Міне осылай Қытай сайтынан 1 минутта іздеп, Каспийдің бағасын қарап пайдаңызды көрсеңіз болады.